Амансыңдар ма достар? Ақылды кітап бағдарламасының төңірегінде мәңгілік ел тақырыбын шолып өтеміз. Бұл тақырыптың барысында еліміздегі зәулім ғимараттар мен танымал жерлерді сипаттап өтеміз. Тыңдаңдар. Хан Шатыр. Хан Шатыр әлемдегі шатыр тәріздес құрылыстардың ең орасан зоры және еліміздегі ірі сауда орталықтарының бірі болып табылады. Бұл зәулім ғимаратта ірі сауда орталықтары, концерт залдары және кинотеатр бар. Орталықтың ішінде тропикалық бақтар, гүлзарлар, субұрқақтар орналасқан. Балалардың тамаша демалысы үшін биік су сырғанақтары жұмыс жасайды. Бейбітшілік және келісім сарайы. Бейбітшілік және келісім сарайы архитектуралық құрылыс кешені сәулет өнерінің бірегей туындысы болып саналады. Ол Нұр-Сұлтан қаласында қолдан жасалған жота үстінде орналасқан. Пирамида 2006 жылдың 2 қыркүйегінде салтанатты түрде ашылды. Оның табан қабырғасының ұзындығы 62 метр, ал ауданы 25,5 мың шаршы метрді құрайды. Бәйтерек. Елордамыздың ең көрнекті ғимараттарының бірі. Есіл өзенінің сол жағалауында бой көтерген. Зәулім бәйтерек биіктігі 97 метр. Ол 3 бөліктен тұрады. Жер асты бөлігі ұлттың тамыр жаюы, ал одан кейінгілері өркендеу кезеңдерінің нышандарын білдіреді. Ең үстінде аялы алақан композициясы орын алған. Оған қол тигенде шиыршық жарығы ағып түсіп, сәуле алақанға құйылады. Және Қазақстанның мемлекеттік әнұран ойнайды. Осынау ғаламат шардың панорамалық залынан астанамыздың ғажайып сәулетін тамашалауға болады. Ақорда. Ақорда Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясы. Ғимарат монолит құйматастан салынған. Шатыр сүмбіні қоса есептегендегі ғимараттың биіктігі 80 метр. Ғимарат жер бетінде 5 және жер астында 2 қабаттан тұрады. Жертөле қабаттарында техникалық қызмет, ас үй, асхана және көлік тұрақтары орналасқан. Жер үсті қабаттарында салтанатты холдар, қызметтік орынжайлар, екі жақты кездесу залдары қарастырылған. Бурабай. Көкшетау таулары үстіндегі аспан көк-пеңбек нұрлы, ауасы тұнық, мөлдір болғандықтан Көкшетау деп аталады. Осы төңіректердегі атаулар Бурабай көлінің даңқымен көпке танымал болған. Бурабай көлі емдік қасиеттерімен әрі әсем табиғатымен ерекшеленеді. Еш қайда қосылмайтын тұйық көл болғанымен, онда ақ торта, алабұға, сазан, табан, шортан балықтары тіршілік етеді. Қарағайлы қайыңды орман, аңыз болған жұмбақтас, біріне бірі жақын жатқан Көкшетаудың 80 көлінің бір үзікті тізбегі шортанды, үлкен шабақты, кіші шабақты, қотыркөл, жөкей, бурабай болып, тұтастай осы өңірге ерекше сипат береді. Шарын шатқалы. Алматы облысы Райымбек ауданында орналасқан Шарын шатқалы Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі. Шарын шатқалы табиғатының әсемдігі мен
көз тартар ерекше сұлулығымен белгілі. Шарын шатқалы Қазақстан табиғатының інжу маржаны болып есептеледі. Оның құрамына өзі аттас өзенмен қоса шетен тоғай кіреді. Шетен тоғайының негізін соғдиян шетені құрайды. Ол қазіргі өсімдіктер ішіндегі ең көне түрге динозаврлар дәуірінің жұрнағына жатады. Шетен тоғайы шарын шатқалындағыдай шоқ болып, әлемнің тек екі жерінде, Қазақстан мен Солтүстік Америкада ғана сақталған. Көлсай. Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 2007 жылы құрылды. Парк территориясында теңіз деңгейінен 1800-3500 метр жоғары өсетін өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, керемет өзендер мен көлдер кездеседі. Ауа райы демалу және сауықтыру үшін ыңғайлы, оған сәйкес қысы жұмсақ, ауасы таза, қысқы демалыс түрлері үшін қолайлы. Көлсай көлдеріне жаяу және атты маршруттармен, автокөліктермен баруға болады. Көлсай өзендерінің ағымында 3 көл орналасқан: жоғарғы, ортаңғы және төменгі Көлсай. Каспий теңізі. Каспий теңізі Неоген дәуірінің аяғында жер қыртысының көтерілуінен Қара теңізден бөлінді. Бұл кезде Каспий теңізінің пайда болған уақыты деп есептеуге болады. Каспий теңізінің жалпы ауданы 376 мың шаршы километр. Оның беті теңіз деңгейінен 28 метр төмен жатыр. Теңіз солтүстіктен оңтүстікке қарай 1200 километрге созыла орналасқан. Теңіздің ендірек жері 435 километр, ал енсіз жері 193 километр. Каспий теңізінің жағалау сызығының ұзындығы 7000 километрді құрайды. Медеу мұз айдыны. Медеу жасанды мұз айдыны бар дүние жүзіндегі ең ірі спорт кешені. Алматы қаласынан 18 километр жерде. Кіші Алматы шатқалында теңіз деңгейінен 1691,2 метр биіктікте орналасқан. Табиғи мұз айдыны ретінде 1951 жылдан бастап пайдаланыла бастады. 1972 жылы Медеу спорт кешені тұрғызылды. Конькишілерге арналған жасанды мұз айдынының ауданы 10,5 мың шаршы километрді құрайды. Осымен мәңгілік ел тақырыбы аяқталды. Келесі тақырыптарда кездескенше сау болыңыздар.